545 есеп 5 сыныптың бөлшектер тақырыбындағы есебін шығаруды жалғастырамыз. Бұл жерде бізде әріпті өрнек берілген, балалар қараңдар. Мына жерде әріптер тұр, көріп тұрсыңдар ма? Сол себептен бұл өрнектің аты әріпті өрнек. Енді осы әріптердің орнына мына жерде тұрған сандық мәндерін әкеп қоюымыз керек. Түсініп тұрмыз ба? Сандық мәндерін әкеп қоямыз. Міне, мынау мән аныкі, бұныкі, сыныкі. Түсініп тұрсыңдар ма? Мынаны қайтадан жазам. 67-ден 28 көбейту. Аның орнына не қоям? 10 бүтін 13-тен 11 азайту 2 бүтін 13-тен 11 бөлу. Бұның орнына 2-ден 1. Сосын жақшаны жабам. Сының орнына 3 бүтін 2-ден 1-ді қойым. Түсінікті ма осы жер? Орнына тек қана сандарды әкеп қойдым. Каждый әріптің орнына әріп нешеге тең болып тұр, сол санды әкеп қойдым. Енді осы жерге бірінші амал қай жерде орындалады деп ойлайсыздар? Жақшаның ішінде 2 амал тұр. Соның қайсысы бірінші орында? Бөлу. Көбейту жоқ қой, бөлу. Бөлу бірінші амал орында. Одан кейін екінші амал мынау болады, иә? Үшінші амал үшеуі бірге орындалады. Енді қайсы амал орындалсын, орындалмасын, басынан бастап қайтадан өрнекті жазамыз. Түсінесіңдер ме? Түсіп жатыр ма? Так, мына жерде 67-ден 28. Хотя мен амалды орындамаймын қазір, қараңдар, бірақ жазылу керек. 28. Көбейту 10 бүтін 13-тен 11. Бұны да орындамай, бірақ жазылып тұру керек бұл. Жазбай кетіп қалсам қате болады. Мына орындалады, мынаны мен аралас бөлшекке айналдырам. Кім айтады, қандай аралас бөлшек шығады мына жерден? Қандай аралас бөлшек шығады? Иә, 2-ге көбейтеміз 26, 26-ға 11-ді қосамыз, 37. Көбейтем, 2-ден 1-ді не істейм? Аударып, төңкеріп жазамыз, е? 1-ден 2. Неге олай істедім? Неге олай істедім? Бөлу амалы тұр. Бөлу амалына кер амал жасадым. Көбейту. Сондықтан бөлінгіш қой, бөлгішті айналдырып жаздым. Мынау да менде бөлу. Бұны да не істейм? Көбейтуге айналдырам да, айналдырып жазам. Қазірше 2-ні қоя тұрайын үстіне. Астында тұрған 2 үстіне алымына жазылады. Енді бөліміне неше жазам? Мынаған көбейтіледі 6, 6-ға 1-ді қосам 7. 7-ні жазам. Түсінікті ма осы жерге шейін? Түсініп отырмыз, иә? Жақсы. Тең. Енді мына екеуін қысқаратын заты жоқ. Просто мынаны мынаған әкеп не істейм? Көбейтем. Қазір мен кішкене кішірейтейін мына тақтан. Осылай кішірейтейін. Енді мен мына амалды орындамасам да, бұл амалды тағы да осы жерге осылай жазуым керекпін. Және осылай жазуым керекпін. Тең. Видеодан көре саласың, повтор түсірмей-ақ қой. Және 28 көбейту. Мына екеуін көбейет қараңдар неше болады? 37-ні көбейтем 2-ге. 74 болады, е? Енді бөлімінде 13 тұр, балалар. Сол 13-ке бөлім керекпін осыны. Нешеден бөлем? 6-дан көп болып кетеді, 5-тен берейін. 5 жерде 3-ім 15, бір ойда. 6 ойдағы мен 5, 60 тұрыз. 65 болды. Енді 9 қалады. 74-тен 65-тен алғанда 9 қалды. Яғни бұл жерде менде не тұр сонда? Мынау менде көбейтіп шыққан кезде 9 бүтін 13-тен 5 болды. Алалам ғой, е? Қараңдаршы, ортақ бөлім екеуінде де 13 тұр. 10 бүтіннен 9 бүтінді алып тастаймын. Неше қалады? Қаны? 1 бүтін қалады. Сосын, қазір ойша былай, пока 1 бүтін жазайын. Астым 13, е? Бөлімім. Алымын қараңдар, мына жер 11, ана жерінкі 5. 11-ден 5 алыңдар, неше болады? 6 болады. Енді бұны бұрыс бөлшекке әкеліңдер маған. Мына жерге мен бұрыс бөлшек жазайын. 13-тен неше болады бұл?
19 болады. Түсіндік па, 19 қайдан келді? Мына 1 бүтінді 13-ке көбейттің, сосын 6-ға қостың. Сонда сенде 19 шықты. Енді бұны өшіріп тастаймын. Бұл менде кішкене черновикте орындалды деп ойландырып. Мына жердің асты өшіп қалды ғой. 67, мына 13. Енді көбейтем, мынау жақшаның іші бәрі осыны берді маған. Мынаны беріп тұр жақшаның ішіндегі амал. Мынау өзі қалды. 7-ден 2. Жақсылап қараңдар, мұқият. Қай сан мен қай санды қысқартуға болады? Мына 28-дің ішінде анау 7 бар сияқты. Қалай ойлайсың? Мына бәрі көбейту. Мынаның бәрін бір бөлшекке алып, бұлайдан бір бөлшекке алуымызға болады. Үшеуі де көбейту. Мыналардың арасында көбейтулерін бұлай қойып қойсақ та болады. Мынау 7, мына 28-дің ішінде бар. Неше рет бар? 4 рет бар. 4 деген сан жазып қойым. Мынау бар ма мынаның ішінде? Бар сияқты. Бар ма? Неше рет бар? Негізі 3 ретке келмей тұр, 67 болып тұр. Мүмкін жоқ шығар. 67 жай сан емес пе? Тексеріп көріңдерші, 67 жай сан емес пе? Жайса, мен 57 деп ойлаймын. Мына же может кітаптан қате кетіп қалудан мүмкін 57 деп беріп. 67 деп тұр ма? Кітапта қарап жүріңдерші. 67 деп тұр. Жақсы, онда қысқартылмайса, оны қысқартпаймыз. Олар қысқартылмай тұр ғой. Олай болса, ештеме қысқартылмайды енді. Болды, қысқаратын заттар қысқартылды, оны көбейтеміз. 67-ні 13-ке көбейтеміз. Неше шығады? 67-ні 13-ке көбейтейік, мына жаққа бар. 67-ні көбейтем 13-ке. 3 жерде 7. 2 ойда. 3 жерде 6. 18-ге 2 қос. 20. 1 мен көбейтеміз 67. 871 деген сан шықты. 71. Үстінде қарандар. 19 бар, сосын 4 бар, сосын 2 бар. Не істейміз сонда? 19-ды 8-ге көбейткен дұрыс бола ма? 4 пен 2-ні көбейтіп алдым, 8 болды, е? 8 жерде 9, 72, 2 ойда 7 ойда, 2-сін жазам. 8 жерде 1-ім 8, оған 7-ні қосам, 15. 152. Міне. Түсіндік па? Мынау бәрі черновиктағы жұмыс. Бұны астына жазып қойсақ та болады. Бұны сендер жазбайсыңдар.